Маған керек емес, мен табиғимын деген қыздарға айтып отырмын. Боянуды міндетті түрде білулерің керек. Басқа қыздардың барлығы боянып алып, сенен әдемі болып кетеді. Түсінесің бе? Мысалы, сенің жігітің басқа бір қыз тауып алды дейік. Түрі сондай әдемі. Не үшін деп ойлайсың? Сондықтан қыздар, үнемдемеңдер. Үнемдегенде ештеңе болмайды. Киіммен боянудан үнемдеудің керегі жоқ. Шынымен де үнемдегің келіп бара жатса, онда тамақтан үнемде. Тым жақсысы арықтайсың. Бетке әрқашанда қарау керек. Ішкі сұлулық ол ішкі сұлулық. Ешқашан кем болса болмайды. Бірақ қазіргі заманның барлығы бетке қарайтын заман болғандықтан ол да кем болса болмайды. Мысалы үшін маған бір қыздар келеді, жаныма, мен істеймін, мен жігіт таба алмадым. Ал не істейсің? Мен айтуым керек па саған? Өзің айтшы. Быт-шыт болып тұрсаң, қайдағы жігіт қарайды саған? Сондықтан мен сендерге айтайын, ішкі сұлулықты түсіндіру үшін алдымен жігіттерді сыртыңмен қаратып алуың керек. Содан кейін асықпай ішін көрсетесің. Сыртыңа қарағысы келіп тұрмаған жігіт сенің ішіңді не қылады дейсің? Сондықтан жалқау болмаңдар, қыздар. Боянып жүріңдер.